Қазақ халқының ұлттық киімдерінің ішінде бас киімнің алатын орны ерекше. Құрметті көпшілік қауым, бүгін мен сіздерге осы халқымыздың ұлттық киімдері, бас киімдердің ішінде ерлерге арналған бас киімдер туралы мен сіздерге тоқталып өтемін. Ұлттық киімнің негізгі құрамдас бөлігі ретінде бас киімдердің орны да ерекше. Ол сәнді, мәнді және ерекше болып көрінеді. Халқымызда бас киімдерді киелі санаған. Мысалы, бас киімді айландырма, бас киімді жерге тастама, бас киім жоғары тұрсын деген тиымдар осы көріністің айғағы болса керек. Иә, көпшілік қауым, бүгін мен осы бас киімдердің ішінде ерлерге арналған бас киімдерге тоқталып өтетін боламын. Ерлерге арналған бас киім олар тымақ, бөрік, мінекей, мынау бөрік және тымақ, және қалпақ, құлақшын, сәлде, дулыға және жалбағай деген көптеген түрлерге бөлінеді. Бүгін мен осы бас киімдердің ішінде осы тымаққа және бөрікке тоқталып өтейін. Тымақ ерлердің қысқы бас киімі. Оны аңның және малдың терісінен тігеді. Міне менің қолымда отырған бұл түлкі тымақ. Тымақтың түрлері олар түлкі тымақ, елтірі тымақ, сеңсең тымақ және пұшпақ тымақ деп бірнеше түрге бөлінеді. Бұрын қазақ елі қай жүздің, қай рудың адамы екендігін басындағы тымағына қарай таныған. Мысалы, арғын, найман, жалайыр немесе торғай және семей тымақтары деп бөлінеді. Тымақ киелі бас киім. Оны жерге тастауға және аяқ тигізуге болмайды. Жақсы кісілердің тымағы атадан балаға мұра етіп қалдырып отырған. Ертеде тіпті жаңа туған балаларды осы тымаққа салып биік керегенің басына іліп қойған. Осыған қарағанда қазақ халқының киелі тымағының қаншама қадірлі, қасиетті екендігін білуімізге болады. Халқымызға, ұлтымызға жарасатын тағы бір киелі бас киімдердің түрі ол бөрік. Мінекей менің қолымдағы бұл бөрік сыртын мақпал, плюш, барқыт сияқты қымбат маталармен тігеді. Оның қыстық және жаздық түрі болады. Жиегіне аңның және малдың терілерін ұстайды. Көмкерілген тері түрлеріне қарай олар кәмшат бөрік, құндыз бөрік, жанат бөрік, түлкі бөрік, сусар бөрік және күзен бөрік деген сияқты бірнеше түрлері бар. Бөрікті қыздар да, жігіттер де киеді. Бөрік қазақ халқы үшін тағы да киелі бас киім. Ертеде ақын жыраулар, жас жігіттер бөріктерінің төбесіне үкі тағып жүрген. Мысалы, Үкілі Ыбырай, Ақан Сері, Біржан Сал, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы барлығы бөріктерінің төбесіне үкі тағып, сәндеп киіп жүрген екен. Ал құрметті көпшілік қауым, мен сіздерге қазақтың киелі бас киімдері туралы таныстырдым. Сіздерге пайдалы тың ақпараттар деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау және дәріптеу біздің басты мақсатымыз. Қазақтың киелі бас киімдерін біле жүрейік. Егер видео ұнаса, және де комментар жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлегенқызы. Назарларыңызға рахмет.